Армысыздар, баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Қуат Әділет. Бүгін мен сіздерге қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері тақырыбындағы өз жұмысымды ұсынамын. Бұл тақырып мен үшін ерекше мәні бар тақырып. Себебі ол біздің халқымыздың өткенін, бүгіні мен болашағын байланыстыратын рухани көпір секілді. Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері бұл жай ғана тарих емес, бұл ұлттың болмысын, оның саяси және рухани мәдениетін танытатын жүйе. Қазақ халқы ежелден мемлекет құру дәстүрін ұстанған. Ел басқаруда өзіндік ерекшелігі бар халық. Бүгінгі Қазақстан Республикасы осы ежелгі дәстүрлердің тарихи сабақтастықтың және ұлт ретінде сақталып қалу жолындағы күрестің нәтижесі деп санаймын. Мен өз жұмысымды критериядағылардай 4 негізгі кезеңге бөліп қарастырдым. Бұл Қазақ хандығының құрылуына дейінгі мемлекеттер, Қазақ хандығының құрылуы және оның аумағының қалыптасуы. Үшіншісі бұл Қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыру кезеңдері. Төртіншісі ол тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы. Ендеше бірінші тараптан бастап кетейік. Бұл Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. Қазақ хандығының құрылуы ол кездейсоқ оқиға болған жоқ. Себебі оның артында мыңдаған жылдық тарих бар. Мемлекеттілік дәстүрлер мен саяси тәжірибе болған бізде. Біздің жерімізде ежелден Үйсін, Қаңлы, Түрік қағанаты, Қарахан, Қарлық, Қыпшақ секілді мемлекеттер өмір сүрген. Мысалы, Үйсін мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Жетісу аймағында өмір сүріп, және де алғашқы басқару жүйесін қалыптастырған еді. Ол кезеңде ақ орталық билік, әскери тәртіп және дипломатиялық қатынастар болған. Одан кейін бізде Түрік қағанаты 6-8 ғасырларда орталық Азиядағы ең қуатты мемлекет болған еді. Бұл дәуірде ел, жер, билік, жол ұғымдары қалыптасқан. Түрік бітік жазулары оған ақиқат. Қарахан мемлекеті кезінде ислам діні ресми түрде қабылданып, қазақ жерінде жаңа мәдени өрлеу басталды. Ал Қыпшақ хандығы Дешті Қыпшақ даласында билік жүргізіп, түркі тайпаларын біріктірген еді. Міне осылардың барлығы Қазақ хандығына дейінгі мемлекеттік дәстүрдің үздіксіз дамуын бізге айқын көрсетеді. Олар ел басқару құрылымын және де заң жүйесін, сыртқы саясат тәжірибесін қалыптастырды. Екінші тарапқа өтейік. Бұл бізде Қазақ хандығының құрылуы мен территориясының қалыптасуы. Енді Қазақ хандығының құрылуына келсек, 15-ші ғасырдың ортасында Әбілқайыр хандығы ішінде билікке наразылық күшейген еді. Ел ішінде саяси тұрақсыздық пайда болды. Сол кездерде, сол орайда Керей мен Жәнібек сұлтандар өздеріне қатысты руларды алып Шу мен Талас өңіріне көшіп кеткен еді. Және де 1465 жылдары Қазақ хандығын құрды.
Бұл қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігі тарихындағы бетбұрысты сәт еді, сондай бір айқын бетбұрысты сәт еді. Хандықтың алғашқы орталығы Түркістан, кейін Сығанақ қаласы болды. Қазақ кейін Қасым ханның тұсында қазақ хандығы күшейіп, оның аумағы батыс Сібірден Арал маңына дейінгі кеңістікті қамтыды. Халық арасында тіпті Қасым ханның қасқа жолы аты заңдар жүйесі енгізіліп, мемлекеттегі басқарудың нақты тәртібі бекітілген еді. Бұл кезеңде қазақ жері 300-ге бөлінді. Олар ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Бұл бөлініс тек аймақтық емес, яғни сонымен бірге басқару және қорғаныс құрылымы болған еді. Тәуке хан құрған кезде, яғни Тәуке хан билік құрған кезде, 7 жарғы заң қабылданып, ел ішіндегі тәртіп пен әділдік орнаған еді. Ал Абылай ханның тұсында елдің тәуелсіздігін сақтау үшін Ресей мен Қытай арасында күрделі дипломатиялық саясат жүргізген еді Абылай хан. Келесі тарапқа өтейік. Ол бізде қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыру кезеңдері. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін үлкен қиын сын болған кезең еді. Ресей империясының отарлау саясаты халықты жерінен, еркіндігінен айырды. Бірақ соған қарамастан ұлттық саны өшкен жоқ. 1917 жылы Алаш қозғалысы пайда болып, Алаш автономиясы жарияланған еді. Бұл қазақ халқының 20 ғасырдағы мемлекеттілікке ұмтылысының айқын көрінісі. Алаш орда үкіметінен Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді тұлғалар басқарды. Олар өз конституциясын дайындап, ұлттық әскер құруға әрекет етті. Кейін 1920 жылы кеңес өкіметі орнап, Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылды. Бұл мемлекеттіліктің жаңа формасы еді. 1936 жылы кейін Қазақ КСР одақтас республика болып жарияланды. Бұл дәуір қайшылыққа толы кезең болды. Бір жағынан ұлттық басқару құрылымдары мен шекара қалыптасты. Екінші жағынан репрессиялар, аштық, тіл мен мәдениеттің қысымға алынуы орын алды. Соған қарамастан қазақ халқы мемлекеттілігін негізін сақтап қала алды. Өзінің жері, халқы және мемлекеттік институттары болған еді. Кейіннен 1991 жылы қазақ тарихындағы ең маңызды жылдардың бірі болды. Кеңес одағы ыдыраған соң 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің тәуелсіздігі жарияланды. Бұл тек саяси оқиға емес, ғасырлар бойы аңсаған арманның орындалуы еді. Тәуелсіздікпен бірге елдің жаңа дәуірі басталды. Өз конституциясы қабылданды, мемлекеттілік рәміздер бекітілді, ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы мен басқа да халықаралық ұйымдардың толық мүшесіне айналды. Кейіннен тәуелсіздік дәуірінде мемлекеттілік дәстүр жалғасын тапты. Халықтың билік қағидасы, құқықтық мемлекет идеясы және де
ұлттық мәдениетті сақтау принциптері бұрынғы дәстүрлермен үндесті. Бүгінгі таңда біз білеміз, Қазақстан аймақтағы тұрақтылықтың, бейбітшіліктің және этносаралық келісімнің символына айналды. Қорытындылай келе, қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері біздің рухани генетикалық кодымыз. Ежелгі үйсін мен түрік қағанатынан бастап қазақ хандығы, алаш қозғалысы және де қазіргі тәуелсіз Қазақстан бәрі бір тізбектің буындары. Мемлекеттілік тек билік пен шекара емес, ол халықтың бірлігі, әділдік пен азаттыққа деген сенім. Біз бұл дәстүрді сақтау арқылы болашағымызды нығайтамыз. Себебі өткенін ұмытқан халық болашағында жоғалтады. Ал біз керісінше ата-баба мұрасын ұлықтап, жаңа ғасырда қазақ мемлекеттілігін дамытып келеміз. Сондықтан да менің ойымша қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері тек тарих емес, қазіргі ұлттық бірліктің, тәуелсіз ойдың және мемлекет тұрақтылығының іргетасы деп санаймын. Назарларыңызға рахмет.